Саламатсыздар ма оқушылар? Біз бүгін натурал сандардың бөлінгіштігі бөлімінің ең кіші ортақ еселік тақырыбын өтеміз. Менің аты жөнім Сәдім Айгүл Жәнетқызы. Сабағымыздың мақсаты ортақ бөлгіш, ортақ еселік, ең үлкен ортақ бөлгіш, ең кіші ортақ еселік ұғымдарымен танысу, екі және одан артық сандардың ең үлкен ортақ бөлгішін және ең кіші ортақ еселігін табу, және мәтінді есептерді шығаруда ең үлкен ортақ бөлгіш пен ең кіші ортақ еселіктерді қолдану. Сұрақ: натурал санның еселігі дегеніміз не? Натурал санның еселігі берілген санға қалдықсыз бөлінетін натурал сандардың жиынтығы. Ең кіші еселік неге тең? Ең кіші еселік берілген санның өзіне тең. Ең үлкен еселік неге тең? Ең үлкен еселік шексіз. Келесі тапсырма. 2 және 3 сандарының алғашқы бірнеше еселігін жазыңыз. Шыққан нәтижеден 2 санның да еселігінде бар бірдей сандарды белгілеңіз. Бізде 6 және 12 деген сан шықты. Белгіленген сандардың ішінен ең кішісін анықтап дөңгелектеңіз. Бізде ең кішісі 6 саны. Бұдан қандай қорытынды шығаруға болады? 2 не одан да көп сандардың ортақ еселіктерін анықтауға болады екен. Олардың ортақ еселігі 6. Ал сол ең кіші ортақ еселік дегеніміз не? Ең кіші ортақ еселік дегеніміз сол сандарға еселік болатын ең кіші натурал санды айтамыз. Мысалы, 6 және 14 сандарының ең кіші ортақ еселігін тауып көрейік. Ол үшін біз 2 тәсілді қолдана аламыз. Бірінші тәсіл жай көбейткіштерге жүктеу арқылы. Жай көбейткіштерге жүктеу үшін оларды жай сандарға бөлеміз. Сәйкесінше, жай көбейткіштерге жүктеу арқылы ең кіші ортақ еселікті анықтау үшін берілген сандарға ортақ санды аламыз және әр сан көбейткіштерінің басқа жай сандармен толықтырып, олардың көбейтіндісін аламыз. Демек, бізде ең кіші ортақ еселік 2, 3, 7 сандарының көбейтіндісі. Ол 42-ге тең. Екінші тәсіл еселіктерін табу арқылы. Ол үшін біз 6 және 14 сандарының бірнеше еселігін жазып шығайық. Осы еселіктердің ішінен біз 42-ның ортақ екенін таптық. Сәйкесінше, 6 мен 14 сандарының ең кіші ортақ еселігі 42 саны. Ал егер бір сан екінші санға бөлінетін болса, онда олардың ең кіші ортақ еселігі берілген сандардың үлкені болады екен. Мысалы, 6 және 24 сандарының ең кіші ортақ еселігін табу керек болса, біз оның ең үлкені ретінде анықтамаға сәйкес 24 алуымызға болады. Өтілген материалды бекіту мақсатында келесі тапсырмаларды орындайық. Сандардың ең кіші ортақ еселігін табыңыз. 3 пен 21, 7 мен 8. 3 пен 21-дің ортақ еселігін анықтамаға сәйкес 21 3-ке бөлінгендіктен олардың ең үлкені 21-ді алуымызға болады. Ал 7 мен 8-дің ортақ еселігін табу үшін оларды әрқайсының еселіктерін жазып, ортақ еселігін белгілеу арқылы оның 56-ға тең екенін анықтай аламыз. Келесі тапсырма. Әлияның қадамы 40 см, ал Мәншүктің қадамы 60 см. Қыздар бір нүктеден бір бағытқа қарай қозғала бастады. Олар қанша қадам жасағанда қайтадан бір нүктеде жолығады. Ол үшін біз 40 пен 60-тың жай көбейткіштерге жүктеп аламыз. Осы жүктеудің ішінен екеуіне де ортақ сандарды белгілейміз. Олар 2, 2 және 5. Және оларды
екеуінде жоқ сандармен толықтырамыз. Ол 2 және 3. Сәйкесінше бізде ең кіші ортақ еселік 120-ға тең болды. Осы орындалған тапсырмаларды ең кіші ортақ еселігін табады бағалау критерийінің сандардың ең кіші ортақ еселігін анықтамаға сүйене отырып табады дескрипторы бойынша бағалай аламыз. Енді балалар, сіздерге өз бетінше орындауға арналған тапсырмаларды ұсынамын. Сандарды жай көбеткіштерге жіктеп, олардың ең кіші ортақ еселігін табыңыз. Келесі, велосипедтің үлкен дөңгелегінің 54-тісі, ал кіші дөңгелегінің 24-тісі бар. Дөңгелектер алғашқы қалпына келу үшін үлкен дөңгелек ең аз дегенде неше айналым жасау керек? Келесі, берілген сандардың ең кіші ортақ еселігінің қайсысы кем? Демек, ең кіші ортақ еселіктерін табу арқылы берілгендерді салыстырады екенбіз. Өтілген материалдан қосымша мәлімет алу үшін келесі ресурстарды қарастырсаңыздар болады. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.